Мына өңірлерді аралау кезіндегі депутаттарға айтылатын күрделі мәселелердің бірі отандық өндіріс пен отандық тауар өндірушілерді қолдау мәселесі үкімет тарапынан әлі күнге дейін шешілмей келеді. Осы орайда Қанат Бозымбаев мырзаға менің сұрағым. Мемлекеттік несиелік бағдарламалардың көмегімен салынған өндірістік кәсіпорындар 40-50% аспайтын қуатта жұмыс істеуде қазір. Бюджеттің есебінен мемлекеттік қаржыға салдырып, ол кәсіпорындарды нарыққа лақтырып жібереміз қазір біз. Мәселен, даму және басқа да қорларының көмегімен салынған ет комбинаттары мемлекеттік тапсырыс болмағандықтан жартылай мүмкіндікті ғана жұмыс істеуде. Есесіне нарықты Ресей мен Беларусьтың азық түліктері жаулап алған. Ит өлген, ит емес ау, кит өлген Жаңа Зеландиядан сары май тасимыз. Тоңазытқышы жоқ қазақ қарынға салып май өндірген ғой. Позор ғой бізге жаңағы кит өлген Ново Зеландиядан, Жаңа Зеландиядан май тасу деген. Ал біздің өндірісіміз тоқтап тұр. Прибалтикадан май тасимыз. Сорақылық қой бұл. Қазақ май өндірген қазаққа өз отандық өндірісімізді қолдамай, сырттан делдалдардың көмегімен сары май тасу деген.